Армысыздар, ардақты ағайын, есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін Әл-Уафи кітабынан екінші хадисті оқитын боламыз. Арабшадан аударған Сыпатай. Ислам, иман және ихсан. Ендеше кеттік. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Омар, Аллах оған разы болсын, бір күні біз Аллах елшісінің, Алланың игілігімен сәлемі болсын, қасында отырғанымызда аппақ киімді, қою қара шашты, сапар шегіп келгендігі байқалмайтын және оны бізден ешкім танымайтын бір адам келді. Ол пайғамбардың, Алланың игілігімен сәлемі болсын, тізелерін тигізіп қарсы отырды да, қолдарын өз сандарының үстіне қойып, «Уа Мұхаммед, маған ислам туралы хабар бер» деді. Алла елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, ислам дегеніміз, сенің Аллахтан басқа ешбір құдай жоқ және Мұхаммед Аллахтың елшісі деп куәлік беруің, намаз оқуың, зекет беруің, Рамазанда ораза тұтуың және жолына шаман келсе, үйге, қағбаға қажылық жасауың деп жауап қайтарды. Жаңағы адам, сен рас айттың деді. Ал біз оның Аллах елшісіне, Алланың игілігімен сәлемі болсын, сұрақ беріп және оны мақұлдап растағанына таң қалдық. Сонан соң ол, енді маған иман туралы хабар бер деді. Аллах елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, ол сенің Аллахқа және оның періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, қиямет күніне, сондай-ақ тағдырға, оның жақсылығы мен жамандығына иман келтіруің деді. Ол тағы да, сен рас айттың деді. Сонан соң, сен маған енді ихсан туралы айтып бер деді. Аллах елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, ол сенің Аллахқа оны көріп тұрғандай құлшылық қылуың. Егер оны көріп тұрғандай бола алмасаң, ол сені көріп тұр, деді. Сонан соң әлгі кісі, ал енді маған сағат туралы айтып бер, деді. Аллах елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, ол туралы сұралушы сұраушыдан артық білмейді, деді. Ол, онда оның белгілері туралы айтып бер, деді. Аллах елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, қиямет күні жақындағанда күн өзінің қаншасын туады және жалаңаяқ жалаңаш қой соңындағы кедейлер биігүй соғуда бірімен бірі бәсекеге түскенін көресің, деді. Сонан соң әлгі адам кетіп қалды. Мен біраз отырдым. Бір кезде Аллах елшісі, Алланың игілігімен сәлемі болсын, «Ей Омар, сұрақ қоюшының кім екенін білесің бе?» деді. Мен, Аллах және оның елшісі біледі, дедім. Сонда ол, Алланың игілігімен сәлемі болсын, ақиқатында бұл Жебірейіл, сендерге діндеріңді үйрету үшін келді, деді, деген. Хадистің маңыздылығы. Ибн Дахид әл-Ғид бұл жария және жасырын іс амал міндеттерінің барлығын қамтыған ұлы хадис. Барлық шариғат ілімі осыған тіреледі және осыдан тарайды. Фатиха сүресі Құранның бүкіл мағынасын қамтығандықтан, Құранның анасы Уммул Құран аталғанындай, бұл хадисте сүннет ілімін түгелдей қамтығандықтан, сүннеттің анасы Уммул Сүнна секілді деп айтқан. Бұл мүтәуатир хадис, өйткені ол Әбу Хурайра, Омар, Әбу Зар, Ән-Нас, Ибн Аббас, Ибн Омар, Әбу Амир әл-Ашғари және Жарир әл-Бажали, Аллах оларға разы болсын, сынды құрметті 8 сахабаның риуаятымен келген. Хадисті және оның неге жөн сілтейтінін түсіну. Сыртқы келбетпен киген киімге көңіл бөлудің қажеттілігі. Мешітке немесе білім мәжілістеріне қатысуға келгенде таза киім киініп, хош иіс себінген жөн. Сондай-ақ білім ордаларында және ғұламалармен бірге отырғанда әдептілік сақтаған абзал. Өйткені Жәбірейіл алейхиссалам өзінің іс-қимылымен және сөйлеген сөздерімен адамдарға тәлім бере келген. Ислам дегеніміз не? Ислам сөзі Аллах тағалаға бағынумен мойынсынуды білдіреді. Ал шариғат тұрғысынан қарағанда, ислам 5 тірекке негізделген. Олар Аллахтан басқа ешбір құдай жоқ және Мұхаммед Аллахтың елшісі екендігіне куәлік беру. Шарттары мен парыздарын, сүннеттері мен әдептерін толық орындай отырып, намазды өз уақытында өтеу. Зекет беру. Рамазан айының оразасын ұстау. Шамасы бар азық, ауқат, көлік сияқты жол жабдығы даяр отбасындағылар мен қарамағындағылардың нәпақасы жеткілікті адамға өмірінде бір рет қасиетті үйге қажылық жасау. Иман дегеніміз не? Араб тіліндегі иман сөзі сену, илану немесе растау деген мағынаны білдіреді.
Ал шариғаттағы мағынасы Аллахқа және оның періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, қиямет күніне, сондай-ақ тағдырға, оның жақсылығы мен жамандығына иман келтіру. Аллахқа иман келтіру жаратушы Аллахтың бар екеніне және оның жалғыз ешқандай серігі жоқ екендігіне шүбәсіз сену дегенді білдіреді. Оның періштелеріне иман келтіру. Аллах тағаланың жаратқан періштелеріне шүбәсіз сену. Олар Аллах тағаланың бұйрығына қарсы келмейтін, ол не бұйырса соны бұлжытпай орындайтын құрметті құлдары. Аллах тағала оларды нұрдан жаратқан. Олар ішпейді, жемейді, жынысқа, еркек ұрғашыға бөлінбейді, нәсілдік жолмен көбеймейді, және олардың саны тек бір Аллахқа ғана мәлім. Кітаптарына иман келтіру. Аллах тағаладан түсірілген кітаптарға адамдар өзгерістер енгізіп, бұрмаланғанға дейін олардың құдірет иесінің діни заңдары болғанына шүбәсіз сену. Елшісіне иман келтіру. Аллах тағала өзінің пенделеріне тура жол көрсету үшін таңдаған барлық пайғамбарларына шүбәсіз сену. Және олардың Аллах тағала сақтаған адамдар болғанына илану. Қиямет күніне сену. Аллах тағала адамдарды өлгеннен кейін қайта тірілтіп, олардың амалдарына есеп қисап жасап, жақсылық үшін жарылқап, жамандық үшін жазалайтын қиямет күніне кәміл сену. Тағдырға иман келтіру. Сондай-ақ бүкіл әлемдегі болып жатқандардың барлығы Аллах тағала белгілеген тағдыр бойынша, оның қалауына сай және тек оған ғана белгілі даналыққа сәйкес болатындығына шүбәсіз сену. Осы аталғандардың барлығы иман ұстындарына кіреді. Кім бұған иланса құтылады және дүние ақыретте ұтады. Ал кім мұны теріске шығарса, ақиқат жолынан адасады да сәтсіздікке ұшырайды. Өйткені Аллах тағала: ей иман келтіргендер, Аллахқа, оның елшісіне, өз елшісіне түсірген кітапқа және ілгеріде түсірген кітапқа иман келтіріңдер. Кімде-кім Аллахқа, оның періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне және ақырет күніне күпірлік қылса, яғни жоққа шығарса, ұзақ адасумен адасқан болады дейді. Ислам және иман. Ислам және иман сөздері тілдік мағыналар жағынан да, шариғи терминдік тұрғыдан да екі түрлі ұғымды білдіреді. Алайда шариғатта кей кездері жалпылама тұрғыдан исламды иман деп, ал иманды ислам деп атай береді. Өйткені имансыз исламның, исламсыз иманның мәні жоқ. Оларды бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Иман жүрек арқылы көрініс тапса, іс-амалдар дене мүшелері көмегімен атқарылады. Ихсан дегеніміз не? Ихсан дегеніміз ықылас және кемелдік. Басқаша айтқанда, Аллах тағаланың бір өзіне құлшылық ету барысында Аллах тағаланы көріп тұрғандай, егер бұлай ету қолынан келмесе, ол сенің не істегеніңнің бәрін түгел көріп тұрғанын есіңе алып, кемел ықыласта болуың. Қиямет күні және оның белгілері. Қиямет күнінің қашан келетіні туралы ілімге Аллах тағала ғана ие, және бұл туралы ешкім, тіпті періштелер мен пайғамбарлар да білмейді. Сондықтан пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлемі болсын, Жәбірейілге алейхиссалам, сұралушы сұраушыдан артық білмейді деп жауап береді. Бірақ ол қиямет күнінің алдында келетін және оның жақындап қалғанын білдіретін кейбір белгілері туралы айтқан. Олар белгілі бір уақыт кезеңіндегі бұзықтық және рухани азғындалу. Ол кезде балалардың ата-анасын тыңдамауы және құрметтемеу көбейеді. Олар ата-аналарына, қожайындары өз малайларына қатынасқандай қатынас жасайтын болады. Барлық нәрсе өзінің қарама-қарсысына айналады және барлық істе тәртіп атаулы қалмайды. Ең бір ұждансыз, мәртебесі төмен адамдар үмметтің ел билеушілері мен басшыларына айналып, жауапкершілік қолынан іс келмейтін қабілетсіздерге тапсырылады. Адамдардың қолында мал дүние көбейеді. Молшылық, сән салтанат, ысырапшылдық артады. Адамдар үй-жайларының биіктігімен және дүние мүлік жиһаздарының көптігімен өзара мақтанысады. Бәдәуилер, мал соңында жүргендер және өзгелердің қайырымдылығы есебінен күн көріп, кедейшілікте, бақытсыздықта өмір сүріп жатқандар халықтан үстем келіп, олардың істерін басқарады. Білім жайлы сұрақ. Мұсылман адам білім алу барысында өзіне осы дүниеде және ақыретте пайдалыны ғана сұрайды. Пайдасыз амалдар туралы сұрақ қоймайды.
Сол сияқты білім іздеушілердің жиынына келген және ондағы отырған адамдардың бір нәрсе жайлы білуге мұқтаждығын, бірақ ол туралы олардың ешқайсысы сұрамайтынын сезген адам өз білгенін жиында отырғандарға пайдалы болу үшін сұрақты өзі қоюы керек. Егер адам өзі білмейтін іс туралы сұралса, білмеймін деп жауап қайтаруы тиіс. Бұл оның имандылығын, тақуалығын және өзіндегі білімнің дұрыстығын айғақтайды. Тәрбиелеу тәсілдері. Сұрақ-жауап әдісі ежелден жалғасып келе жатқан пайдалы тәжірибелік мәні зор тәсілдердің бірі. Бұл тыңдаушылардың назарын дұрыс жауап алуы үшін тақырыпқа, мәселеге аударып, ілім алуға деген ынталарын арттыра түсуге септігін тигізеді. Пайғамбарымыздың, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, осы әдісті пайдаланып, сахабаларына көп тәлім бергені жайлы біршама хадисті кездестіруге болады. Құрметті жамағат, бүгінгі оқылған екінші хадисіміз баршаңызға пайдалы болсын. Аман, сау болыңыздар.